Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен тағы да тауықтың етінен тез дайындалатын тағамның түрін ұсынғалы тұрмын. Өте керемет тағам бұл. Үйлеріңізге, барлығына, бала-шағаңызға, үлкендерінің бәріне ұнайтын тағам. Диетикалық тағам, сондай тамаша. Соны сіздермен біз қазір жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті заттар. Бірінші кезекте мына тауықтың етін алдық. Қараңыз, 4 бөлек. Одан кейін картоп алдық, 4-5. Бір сәбіз алдық, бір бұрыш алдық, 2 пияз алдық. Соны бізге мынау айран керек. Бір стакан айран алдық. Сосын мынау қалаған өздеріңіздің дәмдеуіштеріңіз. Қазір осыны жасап көрейік. Мына тауықтың еттерін әдемілеп аяғымен қоса орнына қойдық. Оған бір пиязды әдемілеп турадық. Енді бұған дәмдеуіштер қосу керек. Мына дәмдеуіштерді көріңіздер. Мынау қызыл бұрыш, қара бұрыш, мынау шөптер, траванский травы дейді ғой. Сосын мынау райхан, тұз, сосын мұның бәрін қосу керек. Сосын бізге ең күшті бұл жерде қосатын ингредиент мынау айран. Бір стакан айран қосамыз да, енді оны осылай әдемілеп араластыруымыз керек. Бұл асығып жұмыстан келген кезде керемет тағам болады. Сізге ертең не дайындайын деген сұрақтар көкейде тұрады әйел затының күнде. Сондықтан бұл өте сізге көмектеседі деп ойлаймын. Қазір осыны әдемілеп маринадтап бір жарты сағат қоюымыз керек. Міне, енді картоптың осы тұздыққа әдемілеп салып жатырмыз. Міне қазір ыстық пешке барады. Сондай керемет тағам болады. Көріңіз. Енді мынау сәбізін қосып жіберу керек. Сәбіздерінің бәрін жан-жаққа қосу керек. Енді мынау бұрышын қосу керек. Енді қалған тұздықты бетіне құйып жіберіңіз. Міне пешке барады. Міне қараңыз, керемет тағам дастарханға келді. Тауықпен тез жасалатын. Міне қараңыз, тауықты піспей қалды деп ойламаңыздар, ортасы да бәрі де піскен. Картопы да жұмсақ, қараңыз. Сондай тамаша тағам дастарханға келіп жатыр. Көріңіздер, тауықтың етінен жасалатын тағамдар өте көп. Оны сіз түрлендіріп жасап жүргендеріңізді білемін. Бірақ мен осы тәсілімді де көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Сіздердің әрбір ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.